Бес ағайынды бауыр бар екен. Солардың бірі өзінің мұңын шағып, арызданып, мына сөздерді айтқан екен. Біз бес бауырымыз. Мен ішіндегі ең байымын деді. Яғни дүниесі көбі менмін. Бірақ білмеймін не себепті туысқандарым маған көп зияратқа келмейді. Менің бауырларыма, басқа қалған бауырларыма көп зияратқа барады, яғни оларды көріп тұрады, олармен араласып тұрады. Ал менің кезегім келген кезде, маған келетін кезде туысқандарымның көбісі келмейді, азы ғана келеді. Менің басқа бауырларымды олар күнде зиярат етеді, ал мені болса анда-санда ғана көреді. Тіпті кейде апталап көрмей кетеді. Кейбір туысқандарымды мүлдем көрмеймін, олар мені ұмытқандай, яғни сол бес бауырдың бірі мен екенімді ұмытқандай. Ал енді екінші біреулері келсе де ерініп, ықылассыз, сондай бір шаршаған халде келеді дейді. Не істеймін білмеймін. Негізі мен бауырларымның ішіндегі басқаларға қол ұшын созатын, ең көп көмектесетінімін. Енді басқа бауырларым бермейді, көмектеспейді, қол ұшын созбайды деп айтпаймын. Бірақ жалпы барлығы менің көбірек беретіндігімді біледі. Және көптеген адамдар менің туысқандарыма мені зиярат етуді насихат етеді. Бірақ солай бола тұра олар менен ұзақтайды. Не істесем болады, неге олар мені бұлай тастап қойды, неге менімен араласпайды, неге мені ұмытып қойды деген осындай шағымы бар екен. Енді одан кейін ары қарай жазады. Енді бұл шағымның, бұл мұңның иесі кім, соны білсек деді. Бұл мұңның, бұл арыздың иесі таңғы намаз. Яғни бес ағайынды бұл бес уақыт намаз. Бес уақыт намаздың ішіндегі ең сауабы молы, ең адамның көбірек сауап алатыны бұл таңғы намаз.